сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағы басталды. Жаңа тақырып мағжан сөзі. Оқу мақсаты: автор бейнесі эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Шығармашылық жұмыс: шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу. мағжан жұмабаев кеңес үкіметінің 70 жылдық билігі тұсында қазақ әдебиетінің тарихынан жазықсыз сызылып тасталған тұлғалардың бірі осы мағжан еді. Талантты ақынның есімі де, маржан жырлары да бұл кезеңде идеологиялық қудалауға ұшырады. Азат өмірді, халқының тәуелсіз ел болған қалпын көруге ұмтылған, сол жолда білегіндегі күшімен де, жүрегіндегі жырымен де күресіп өткен қайраткер ақынның тағдыры аса күрделі белестерді бастан кешірді. Енді мағжан жұмабаевтың өміріне арналған дара тұлға атты бейне жазбаны тамашалайық. Қызылжар өңірі Сасықкөл жағасында Әбілмағжан атты ұл саудагердің шаңырағында дүниеге келеді. Атасы Жұмабай қажы оны Мағжан деп еркелетіп, сол өңірдегі зиялы молдаларды оқытады. Есейе келе Мағжан медреседе оқуын жалғастырып, Фирдауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс мәдениетінің жауһарларымен танысады. 15 жасында қазақ ғұламасы Абайдың шығармашылығына тәнті болып, атақты ақын сөзі алтын хакім Абайға деп өлең жазады. Тіпті сол жылдары Уфадағы атақты Ғалия медресесінде бірер жыл оқып, сол жерде ұлттық түркілік болмысын қалыптастырады. Алайда Мағжанның оқу мәселесінде қиындықтар туындайды. Болыстық жолға түспей, әлеуметке бет бұрған ұлына әкесі көмектесуден бас тартады. Өз көзқарасынан айнымаған Мағжан Омбыдағы мұғалімдер семинариясын бітіріп, небәрі 19 жасында Шолпан атты алғашқы өлеңдер жинағын шығарады. Мағжан қазақ даласында болып жатқан саяси жағдайларға белсене араласып, Балапан, Шолпан, Сана, Ақмола туы, Қазақ газеті секілді газет-журналдарда қызмет атқарады. Мектеп оқушыларына, мұғалімдерге арнап педагогика, бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөнінде еңбектерін жариялайды. Кейін Мәскеуде жоғары әдебиет көркемөнер институтын оқып бітіреді. Ол жерде орыс, Еуропа әдебиетін зерттеп, орыстың мәдениет қайраткерлерімен достық қарым-қатынаста болады. Михаил Лермонтов, Александр Блок, Максим Горький шығармаларын, Иоганн Гете мен Генрих Гейне поэмаларын қазақ тіліне аударған. Университетте шығыс тілдері бойынша сабақ береді. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы секілді қайраткерлермен байланыс орнатып, алаш идеясын қолдады. Сол кезеңнен бастап Мағжанның шығармалары орынсыз сынға ұшырап, оның жырларын теріске шығаратын қаулы қабылданды. Оның шығармашылық одақ құрсам деген арманы сәтсіздікке ұшырап, жасырын ұйым құрған үшін деген жалған айыптаумен 10 жыл Мәскеуге абақты қайдалады. Орыс қайраткерлері Максим Горький мен Пешкованың араласуымен Мағжан мерзімінен бұрын бостандыққа шығады. Алайда бір жыл өтер өтпестен халық жауы деген жала жабылып, Мағжанның шығармалары дүкендер мен кітапхана сөрелерінен алынып, еңбектері түгелдей өртеледі. Қазіргі уақытта Мағжан Жұмабаев толықтай аяқталып, ұлт болашағы үшін құрбан болған боздақтардың қатарынан табылды. Оның шығармашылығы қайта зерттеліп, білім және мәдени ошақтар, көшелер мен елді мекендер ақынның есімімен аталған. Ақынды құрмет тұтатын Түркия елі 2018 жылды Мағжан жылы деп жариялап, оның өлеңдерін түрік тіліне аударып, жинақ қылып шығарды. Қазақ поэзиясының дүлдүлі, көрнекті қайраткер, ұлт мақтанышы Мағжан Жұмабаев ел есінен ешқашан өшпейді. Бірінші тапсырма: мен Мағжанды қаншалықты танимын деген тақырыпта бір-бірлеріңізбен дискуссивті әңгімеде жеке ойларыңызды айтыңыздар. Екінші тапсырма: қазақ өлеңінің реформаторы деген тақырыппен Мағжанның бір өлеңін ала отырып, оған сыни мақала жазыңыздар. Мақалада ақынның 20 ғасырда қазақ поэзиясына қосқан үлесі, поэзияға әкелген жаңалығы, өлең құрылысындағы өзгешеліктер туралы талдаулар жазылуы керек.